Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда қысқаша көбейту формулалары тақырыбына байланысты мына 7 формуланы сіздерге түсіндіріп бермекшімін. Сосын кейін 10 мысал келтіретін боламын. Бұл 7 формуланы 7-ші сыныпта балалар 3.90 деппін ғой. 3-ші тоқсанда 1 тоқсан бойы үлкен тарау ретінде өтетін боласыздар. Сондықтан жақсылап түсініп алуға тырысыңыздар, әйтпесе 1 тоқсан бойы тапсырмаларды орындауда қиналып жүресіздер. Мұғалімдерде бұл видеоны көріп отырған болса өте пайдалы болады. Мүмкін түсіндіру жолын, оңай тәсілдерін, формуланы балаларға жаттату тәсілдерін мүмкін өздеріңізге байқап қаларсыздар. Так, сонымен бастайық. Қысқаша көбейту формулалар мына 7 формула. Атап айтатын болсақ, бірінші формула ол екі өрнектің квадраттарының айырмасы, яғни а квадрат минус б квадрат деген, ол былай екі жақша ашылады да а минус б, а плюс б деп жазылады. Ал енді жақшаның сыртында болса квадрат, егерде жақшаның сыртында болса квадрат, онда екі өрнектің квадраттары екі жағына жазылады, былай а квадрат б квадрат деп. Сосын ол екі өрнек көбейтіледі, міне ортасында аб деп көріп тұрсыздар ма? И формуладағы екі әрқашанда жүреді, мына екі формула. Екі көбейтілген деген. И плюс болған кезде екі жағы да плюс, ал минус болған кезде мына жер ғана минус, ана жер плюс болады. Көрдіңіздер ма? Так, енді келесі формула екі өрнектің кубтарының, жаңа квадраттарының айырмасы болса, енді кубтарының айырмасы и кубтарының қосындысы. Былай жаттасаңыздар болады. Егер жақша жоқ болса, теңінен кейін жақша бар. Жақша жоқ болса, теңінен кейін жақша бар. Кубта екі жақша ашылады. А минус б болса, мінекей а минус б жақша ашылады. А плюс б болса, а плюс б жақша ашылады. Ал келесі екінші жақшада тура жаңағындай екі өрнектің екі жақта квадраттар жазылады. Мінекей екі өрнектің квадраттары жазылады. Сосын аб жазылады, тек қана аб. Ана екі өрнектің қосындысының квадраты. Мына формулаларды байқадыңыздар ма? Мынау екі жүр ғой, қыстырылып. Мына жерде екі қыстырылмайды, екісіз, просто аб. Бірақ та мына плюс версиясында бірінші жақша плюс әрине, бірақ мына жері минус болады. Мінекей. Ал минус версиясында керісінше бірінші жақша минус, потом барлық ішінде плюс. Соңғысы екі өрнектің айырмасының немесе қосындысының квадраты, яғни куб жақшаның сыртында. Жақшаның сыртында куб. Жақша бар болса, теңінен кейін жақша жоқ. Негізінде үлкен формула болғанымен жаттау оңай. Екі өрнектің екі жағы кубын жазамыз. Мінекей. Сосын кезек-кезек квадраттаймыз, то есть а квадрат б, потом а б квадрат. Енді б-ны квадраттаймыз мына жақта. Яғни мына жақта а-ны квадраттаймыз, мына жақта б-ны квадраттаймыз. Сосын жандарында 3 қыстырылып жүреді. Мінекей, жандарында 3 қыстырылып жүреді. Плюс нұсқасында барлық таңбалары плюс, минус нұсқасында мына екі жері ғана минус, ортасы плюс болады. Міне балалар, осы айтқанға оңай әрине. Жаттағаннан бұрын мысалдарда қолдануымыз керек. Так, келесі кішігірім сол формуланы жаттағанымызға бір ойнап жіберейік. Әр формуланың аттарын жазып қойын. Бізде бірінші формула болсын, мынау екінші, мынау үшінші, төртінші формула болсын, мынау бесінші, мынау алтыншы, мынау жетінші формула болсын. Яғни біріншісіне қарайтын болсаңыздар, а квадрат минус 2аб плюс б квадрат. Екі жағында екі өрнектің квадраттар тұр. Болды, ол бізде жаңағы жақшамен жазылатын а минус б-ның квадраты. Суретте ол алтыншы формула болып тұр. Біздің суретте. Келесі екі жақтан куб көріп тұрмыз, екі жақтан куб көріп тұрмыз, қыстырылып жүрген үштерді көріп тұрмыз, және барлық таңбасы плюс. Жақша жоқ болатын болса, теңінен кейін жақша бар деп айтқан болатынмын сіздерге. А плюс б-ның кубы. Бұл а плюс б-ның кубы деген бесінші формула болып жазылып тұр ана жерде. Келесі екі жақта квадрат тұрған деген бірденнен ол бізде а плюс б-ның квадраты формуласы бола салады. Ол бізде үшінші нөмірлі формула болып тұр. Келесі а минус б, а плюс б ең оңайы, бұл бізде а квадрат минус б квадрат бола салады. А квадрат минус б квадрат дегеніміз қай жерде тұр? Төртінші формула болып тұр. А минус б, а квадрат плюс аб плюс б квадрат дегеніміз, енді білесіздер, жаңа айттым, жақша бар болса, теңнен кейін жақша жоқ, яғни а куб минус б куб формуласы. А куб минус б куб деген екінші нөмірлі формула екен. Келесі мына формула қараңыздар, уже жақша жоқ формула, кубтармен, сонда жақша жоқ қана жаңағы. Теңнен кейін жақша бар болады, сонда а минус б-ның кубы. Келесі жақша бар болса, теңнен кейін жақша жоқ. Яғни бірінші жақша плюс болған екен, а куб плюс б куб дей саламыз. А куб плюс б куб дегеніміз жетінші формула, а минус б-ның кубы дегеніміз ол бірінші формула.
Мінекей балалар осылай. Мен жаңа видеоның басында таза кезіндегісін алып алыңыздар. Былай қазір өшірсем бәрі өшіп кете ме екен, или вырезать десем, формуламен өшіп кетеді екен. Видеоның басында таза кездегісін алып скриншот жасап өздеріңіз формуланы жаттау мақсатында қойып көріңіздер. Енді мысалдар орындаймыз. Мінекей мына 10 мысал формуланы әдейіге жазып қойдым, пока жаттамаған болғандықтан қазір қолданамыз. Бірінші формула, әр мысалдың тапсырмалары сөздері әртүрлі болуы мүмкін. Көп мүшеге жікте деп жазып тұрады. Мысалы біріншісінде -3-тен 1x қосылған 6y-тің квадраты. Бұл жерде бірденен кішкене орташа деңгейдегі есептерді алдым. Уақытта көп созбай, видеоны ұзақ қалмай, бөлшек араластырып. Так, біз көріп тұрмыз, -3-тен 1 плюс. Егер балалар мына жерде екеуі де минус болатын болса, жақшаның сыртындағы квадрат ол минустарды жойып, екеуінде плюс қылып жібереді. Соны біліңіздер. Ал біреуі минус, біреуі плюс болса, біз орындарына ауыстырып жай ғана бірінші плюс 6y жазамыз, потом минус 3-тен 1x жазамыз, болды, ешқандай проблема жоқ. Сонда бұл екі өрнектің айырмасының квадраты формуласына келетін болады. Яғни көріп тұрғандарыңыз мына жасыл формула. Осыны қолданамыз. Қолданғанда қалай жасайды екенбіз? Тең. Сол екі өрнектің квадраттарын жазамыз. 6y-тің квадратын және 3-тен 1x-тің квадратын жазып қоямыз. Мінекей. Ал ортасына осы 6y пен 3-тен 1x-ті көбейту керекпіз. Және формулада жаңа айттым, бір екі қыстырып жүреді былайынан. Минус болғандықтан мына жері минус, ал мына жері плюске айналады. Түсінікті ғой. Екінші есебім істемей қалды, неға шетке қоя тұрайын. Сонымен тең, мына жерде тең, жақшаларды ашу ғана қалды, болды. Яғни 6y-тің квадраты. 6-ны да y-ті да квадраттау керек. 6-ның квадраты 36 екенін білетін шығарсыздар. Сонда 36y квадрат болады. Мына жерде балалар, мынау 6 мен 3 қысқарады да, 6-ны 3-ке бөлетін болсақ 2 қалады. Бөлшектің алымы және бөлімде тұрғандар қысқарады ғой. Сонда бұл 2 мына 2-ге барып көбейтіледі, 4 болады. 4 деп айнымалыларды x, y жазып қоямыз. 3-тен 1x дегендегі бәрін квадрат емес, 1-дің квадраты 1, 3-тің квадраты 9, x квадратты жай осылай жазып қоямыз. Міне біз жақшаны формуланы қолдану арқылы аштық. Болды. Көп балалар мына кезде тасып кетеді есепті. Үйтуге болмайды. Жақшаларды не істеуіміз керек? Жақшаларды ашуымыз керек. Жеке-жеке ішіндегі бәрқайсысын квадраттауымыз керек. Түсіндіре алдым балалар? Тыңдап отырған балалар болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Қуанып қалушы едім. Келесі деп туры сондай екі өрнектің қосындысының квадраты. Мыняқта экранның оң жағына қарасаңыздар, бояп көрсетіп қоям. А плюс b-ның квадраты формуласы. Енді жазамын, екі өрнектің, яғни x квадраттың сыртына оның квадратын жазып қоям. Екінші өрнектің 5 тұр ғой, оның квадратын жазып қоям. Сол x квадрат пен 5-ті ортасына көбейтіп қоям, және формуладағы 2 қыстырылып жүретін екен. И плюс тең. Мына жерде мына 2 мен 2 көбейтілетін білесіздер, дәреженің дәрежесі бір-біріне көбейтіледі, яғни x-тің 4 дәрежесі. Ал мына жерде 5 пен 2 көбейтіледі, 10 болады, яғни 10x квадрат. И 5-тің квадратын соңында 25 дей саламыз. Мінекей балалар, келесі нөмірі 3-ші есеп. Так, бұл жерде көп мүшені екі өрнектің айырмасының квадраты қылып жаз деген формула. Яғни мына формуланы қалай көрсетсем болады? Мына формуланы керісінше орындаймыз. Бізге берілген теңдіктің сол жағындағы нәрсе. Біз соны теңдіктің оң жағындағы нәрсе келтіру керекпіз. Ол үшін не болу керек? Бірінші өрнектің квадраты болу керек. Екінші өрнектің квадраты болу керек. Ол екі өрнек бір-біріне көбейтіліп, екі қыстырылып жүру керек. Так, не істейміз? Бұл жерде 81 а квадрат дегендегі 81, ол 9-ның квадраты. Соны біз 9а-ның квадраты бейт жазып қою керекпіз. Мына b квадрат деген шетінде ол өзі дайын тұр екен, b квадрат болып жазылып тұр екен. Енді сол екі өрнекті 9а-ны және b-ны көбейтеміз де 2-ні қыстырып жазып қоямыз. Минус пен плюсті қойып. Сосын тексереміз. Шынымен де 9-ға 2-ні көбейтсек, мына жерде 18 шығады, яғни дұрыс орындалып тұр. Демек, бірінші өрнегіміздің рөлінде 9а, екінші өрнегіміздің рөлінде b, сол екі өрнектің айырмасының квадраты деп жазыла салады. Көрдіңіздер ме? Үшінші есебіміз. Келесі төртінші есеп. Төртінші есеп туры сондай. Мына жерде бізге
көпмүше ретінде берілген, соны екі өрнектің қосындысының квадраты ретінде жазуымыз керек. Яғни экранның оң жағына қарасаңыздар, мынандай нәрсе берілген, соны мынандай қылып жазуымыз керек. Енді оны көріп тұрмыз ғой, мына жердегі екі квадратты екі жаққа жазуымыз керек. 49 деген ненің квадраты? 49 ол 7-нің квадраты емес пе? Соны жазып қоямыз. 7x-тің квадраты. Енді 4 деген сан ол 2-нің квадраты, сондықтан біз оны 2y-тің несі дейміз? Квадраты дейміз. Сонда сол 7x пен 2y-ті көбейткенде және формуладағы 2-ні қыстырып бүйтіп жазып қойғанда көбейтіп алып, сонда тексереміз. Шынымен де мынау 7-ге 2-ні көбейтсе 14, ол 14-ті 2-ге көбейтсе, мына 28 x-y-тің өрнегі шығып тұр, бір-біріне тең екен. Онда болды. Сонда 7x сосын 2y екеуінің қосындысының квадрат деп жазамыз. Көрдіңіздер ме? Так, келесі 5-ші есеп. 5-ші есеп бұл енді уже екі өрнектің квадраттарының айырмасы. Қазір мен розовый түспен жазып жатырмын. Осы формулаға арналған есеп. Бізге теңдіктің оң жағы берілген, а минус b, а плюс b деген, соны а квадрат минус b квадрат қылып жазуымыз керек. Яғни бірінші өрнектің, балалар, әрқашанда біз минусқа қараймыз, минус нұсқасына қараймыз. Бірінші минус нұсқасында 8x бірінші жазылып тұрса, біз сол 8x-тің квадраты азайтылған 7y-тің квадраты деп жазамыз. Көп оқушылар осылай қалдырып кетеді, бірақ қалдырмау керек. 8-ді квадраттау керек. 8-дің квадраты 64 болса, сол 64x-тің квадраты және 49y-тің квадраты деп жазуымыз керек, балалар. Иә? Так, келесі кезекте мынау 2 қайда кетіп қалған? Бері қарай қойып қояйық. Келесі кезекте бізде 6-шы есеп. Так, 6-шы есеп. Бұл да жаңағы екі өрнектің квадраттарының айырмасы формуласына арналған есеп, бірақ бұл есепті таңдаған себебім бірінші өрнек ретінде жақша жазылған. Қараңыздаршы, бірінші өрнектің және екінші өрнектің квадраттары, ал мына жерде бірінші өрнек ретінде жақша, екінші өрнек ретінде жақша. Сонда бірінші және екінші өрнектің екі өрнектің квадраттарының айырмасы формуласы. Жаңа экранның оң жағындағы мына розовый түсті формуланы қазір қолданамыз. Түсіндіңіздер ме? Ол жерде қалай? Ол жерде екі өрнектің квадраттарының айырмасы дегеніміз, бірінші жақшада екі өрнекті қосамыз, яғни бірінші өрнек қосылған екінші өрнек. Мінекей. Потом келесі жақшада бұл екі өрнекті бір-бірінен азайтамыз. Бірінші өрнек азайтылған екінші өрнек. Сол азайту кезінде жақшамен жазу керек болды ең бастысы. Міне бірінші өрнек, екінші өрнек. Қосу амалын орындап жатқан кезде оларға былай жақша қоюдың қажеті жоқ. Ал азайту амалын орындап жатқан кезде жақша қою керек мына жерге. Осыған назар аударыңыздар. Қызылмен сызықтағандарын өшіре салайын. Сонда бірінші жақшамен жұмыс жасайтын болсақ, b-ға b-ны қоссақ 2b ғой. Сонда a қосылған 2b қосылған c қалайын деп тұр. Так, мен жалғасы семей қалды, астына жазуға тура келіп тұр. Былайынан тең деп. Келесі жақшамен жұмыс істеген жақшаны ашу керек бірінші бізге. Яғни a плюс b. Жақшаның алдында минус болғандықтан жақшаның ішіндегі айнымалылардың таңбалары өзгереді. Міне өзгертіп жаздым сонда. a қосылған 2b қосылған c көшіріп жазам. Енді бұл жақшада мына плюс b мен минус b жойылады, сонда a минус c ғана қалып тұр. a минус c. Мінекей. Осылайша біз өрнекті көбейткіштерге жүктедік. Так, келесі есептерді төмен қарай түсіруден басқа амал жоқ. Так, 7-ші есеп болса былай. 8-ші есепті мына жерден бастайық. Мына біз өшіре салайын. Енді міне 7-ші есепте екі өрнектің қосындысының кубы несі берілген, есебі берілген. Екі өрнектің қосындысының кубы. Енді жаңа формула қарайық. Екі өрнектің қосындысының кубы деген біз қазір қай формуланы қолданайын деп жатырмыз. Екі өрнектің қосындысы мына соңғы формуланы мінекей. Бұл жерде естеріңізде болса, жаңағы екі жақта кубы жазылатын, үш қыстырылып жүретіндей ғой. Соны қазір қолданамын, қараңыздар. Яғни бірінші өрнек x қосында екеуінің кубтарын екі жаққа жазып қоямын. Мінекей алысқа, мінекей. Екеуінің кубтары жазылып тұр. И еще екі үш кез қыстырылып жүреді, оны жазып қоямын. Ең кезектеп квадраттаймыз, яғни x-тің квадраты көбейтілген 8, потом x көбейтілген 8-дің квадраты. Барлық жерге плюс таңбасын қоямыз. Мінекей осылай орындалады. Енді қазір бір-біріне жақын қылып жазып қойын. Сіздерге түсіндірем деп. Бәрі алыстап кетіпті.
жеті мінекей тең. Енді болды x-тің кубы. Так, x-тің кубы қосылған. Мына жерде сандарды көбейтеміз, жаңағы 8-ге барып 3-ті көбейтсек 24 болмай ма сол? 24x квадратты жазам. Ал мына жерде 8-дің квадратын жазу керек бірінші, ол 8-дің квадраты бізде болады 64. И сол 64-ті барып 3-ке көбейту керек. Сонда 4 жердегі 3-ді 4-ім 12, бір ойда. 6 жердегі 3-ім 18, ойдағымен 19, 192. И сол жағында x тұра береді. X. И соңында 8-дің кубын жазу керек. 64. 8-дің квадраты 64. Кубын есептеу үшін тағы да 8-ді көбейтеміз. 8 4-ім 32. 3 ойда. 6 жердегі 8-ім 48. 51. 512. Неге 7-ші формуланы қолдандық? Экранда көрініп тұр деген ойдамын әйтеуір. Енді соңғысы 8-ші формула. Екі өрнектің тур жаңа формуланы қайттан жазу керек маған енді. Яғни 3-тен 1x соның кубы азайтылған 3 деймізді. 3-тен 1x-ті квадраттаймыз. Потом 3y тұра береді жай ғана. Одан кейін барып 3 деймізді. 3-тен 1x жай ғана тұра береді. 3y-ті квадраттаймыз мінекей. И потом 3y-ті ең шетінен істеу керекпіз, кубтау керекпіз. Так, сонда 9-шы есебімізді асықпаймыз, оған түсіріп қоямыз төмен қарай. Тең. Енді кубпен айналысу керек. 3-пен 1x-тің кубы. 3-тің кубы 27 ғой, сондықтан 27-ден 1x-тің кубы болады. Так, мына жерде мына 3-пен мына 3-ті бір-біріне көбейтейік. 9 болайын деп тұр ғой. Ол бізде 9 болады көбейтсек. Мына 3-тің квадраты қазір 9 болады. Сол 9 бен мына 9 қысқарады. Бірақ бірден қысқартпай жазып қойын, квадраттағанын жазып қойын. Яғни 9x y шықты дағына x-ті квадраты бар. Яғни жерден 3-тен 1-дікі 9-дан 1 болады. Енді рұқсат етсеңіздер, осы 9 бен 9 қысқаратты қазір бір ғана қалайын деп тұр ғой, соны бәрін өшіре салам. 9 бәрі сонымен x квадрат y қана қалады. Мінекеңіздер. И қосылған мына 3 пен 3 қысқарат жай ғана. И 3-тің квадраты қазір 9 болып келеді. Болды 9y квадрат x. 9y квадрат x. Соңында 27y куб болып тұр. Мінекей. Келесі 9-шы есеп. 9-шы есеп екі өрнектің кубтарының айырмасы дейді. Экранның оң жақтарына қарайтын болсаңыздар, розовый мен кубтарының айырмасы мен мына формула. Басқа түс жоқ қалды мен оранжевый екі өрнекті кубтарын қазір жақша ашып, екі жақша ашып қазір есептейміз. Яғни екі жақша ашып болғанда, бірінші біз кубтарының дегенде мына жақта кубтар дайын емес екен. n-нің кубы дайын тұр. Қараңыздар, n-нің кубы дайын тұр. Ал m 9 дәрежесі. Бұл жерде m-нің кубының кубы деп жазу керек. Яғни екі өрнек болғанда бірінші өрнек m куб болып тұр, екінші өрнек n болып тұр. 3-ке 3-ті өтсек 9 ғой, мына 9-дың орнына мен 3-тің 3 дәрежесі деп жазып жатырмын. Сонда не істейміз? Формула жаттау мақсатында. Осы екі өрнекті минуспен жақшаның ішіне жазамыз, яғни m куб минус n деп. Ал екінші жақшада m кубты квадраттаймыз. Яқта n-ді де квадраттаймыз. Ортасына m куб пен n-ді жай ғана көбейтіп қоямыз. Екі жағы да плюс болады. Мінекей. Балалар n если что, m-ге қосап қалған секілді n деп қойын. Сонда m куб n тұра береді. Мына жерде 3-ке 2-ні көбейтетін болсақ 6, сондықтан m 6 дәреже. m куб n тұра береді и қосылған n-нің квадраты. Мінекей 9-шы есепті осылайша шығардық. Енді келесі 10-шы есеп. Бұны қалай орындаймыз? Бұны төмен қарай мына бетке шығарғанмен бая. Екі өрнек, мына жерде ойланамыз, қай формула? Байқасаңыздар, бір какой-то өрнектің кубы тұр. 27 3-тің кубы екенін сіздер естеріңізге бірден түсу керек. Сондықтан біз жазамыз. Яғни y минус 2-нің кубы, ал 27 деген 3-тің кубы. Сонда екі өрнектің кубтарының айырмасы формуласы. Бірінші өрнектің рөлінде мына жақша, екінші өрнектің рөлінде 3. Енді қараңыздар.
екі өрнектің азайтындысы деп тұр ғой. Сонда бұл жаңағы екі өрнектің азайтындысының кубы деген екі өрнектің азайтындысының кубы емес, екі өрнектің кубтарының азайтындысы. Ол жаңағы оранжевый формула, екі өрнектің кубтарының азайтындысы. Так, сонда жақша ашамыз да, сонда y минус 2-ден 3-ті азайтамыз. Потом y минус 2-нің квадраты жазылады. Сосын ол y минус 2 мен 3-тің көбейтіндісі жазылады. И соңында 3-тің квадраты жазылып тұрады. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Сонда минус 2 минус 3 дегеніміз бізде минус 5-ті береді. Келесі жақшада y минус 2-нің квадратын есептеген кезде y-тің, бұл жерде уже көрдіңіздер ме? Келесі формула. Екі өрнектің азайтындысының квадраты формуласын қолданамыз. Y-тің квадраты минус 4y қосылған 4. Мына жерде жақша ашамыз. Қосылған 3y минус 6. Жақша ашу дегеніміз 3-ті y-ке де минус 2-ке де көбейту. И соңында 3-тің квадраты 9. Сонда y минус 5. Y-тің квадраты ұқсас мүшелерді біріктірейік. Минус 4y пен плюс 3y дегеніміз минус y-ті береді. И 4-тен 6-ны азайтсақ минус 2, минус 2-ке 9 қоссақ 7 болайын деп тұр, плюс. Мінекей ықшамдалған түрі есебіміздің осы. Мына өрнек осындай көбейту амалына айналдырып, мүмкін бөлшектің астында бөліміндегімен қысқарады. Жалпы көбейткіштер жіктедік. Яғни тапсырмада көбейткіштер жіктеу болып жазылып тұруы мүмкін. Мінекей балалар, барлық 10 мысалды сіздерге түсіндіріп бердім. Формулалар қалай қолдану керектігін. Енді бұл 1.90-да былай созылып өтетін тапсырма. Бір видеода түсіндіріп толығымен өте қиын, бірақ мен сіздерге тырыстым. Ойларыңызды айта кетіңіздер. Немесе сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Мына файл кімге керек? Қазір мен астына есептер тағы да қосымша қойып қоямын. Егер экранда есептер байқасаңыздар, соны өздеріңіз өзіндік жұмыс ретінде шығарып көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып, достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Сіздермен болған Заңғар ағай, келесі кездескенше.